Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Жоғалған екі ұл. Исаны тыңдауға тек жұртқа ұнайтын әдепті кісілер ғана келіп қойған жоқ. Ол ешкім сөйлеспейтін күнәһарларға да Құдайдың ізгі хабарын жеткізетін. Ал бұған діндар парызшылдар ашуланды. Бірде Иса оларға мынадай астарлы әңгіме айтты. Бір кісінің екі ұлы болыпты. Кенжесі әкесінен өзіне тиісті еншісін сұрап алып, алыс бір елге кетеді. Сонда ол ойына келген істеп, барлық байлығын шашып, ысырап қылады. Түгі қалмағанда, сол елде қатты ашаршылық болып, күйзеле бастаған ол шошқа бағуға жалданады. Ол шошқа жейтін қабықты жеп, тойсам деп армандайды екен. Бірақ оған соны да бермепті. Ол үйін сағынып, ақылға келіп, өзіне өзі, мұным ақымақтық. Әкемнің қызметшілері тойып тамақ ішіп жүр. Ал мен мұнда аштан өлетін болдым. Қой, әкеме барып, жасаған күнәларымды мойындайын. Шын көңілмен өкінгенімді айтайын. Оның ұлы болуға лайық емеспін. Бірақ мүмкін ол мені жалшы ретінде қабылдар, дейді. Сөйтіп ол әкесіне оралмаққа жолға шығады. Ол алыстан көрінгенде ақ, әкесі алдынан жүгіріп шығып, іші бауыры елжіреп, құшағына қысып, бетінен сүйеді. Қызметшілеріне бұйрық беріп, тез арада жақсы шапанда келіп, ұлыма кигізіңдер. Бордақланған өгізшені сойып, той жасайық. Мен үшін осы ұлым өлгенде еді, тірілді, жоғалған еді, табылды, деді. Үлкен ұлы даладан келгенде, қатты ашуланып, мен сізге қанша жыл бойы қызмет етіп келсем де, маған бір ретте той жасаған емессіз. Ал ана, бұзық балаңызға жемделген өгізшені сойдыңыз, дейді. Ұлым, сен әрқашан менімен біргесің. Бар меншігім сенікі. Ал мына інің жоғалып табылды. Енді қуаныш тойын тойлайық, депті әкесі. Осы киелі кітап әңгімесін тыңдағаның үшін рахмет. Жүрегіңде, санаңда қалсын. Кездескенше.